әдебиеттік оқу сабағы. Бөлімі су тіршілік көзі. Тақырыбы жаңбырдың пайдасы, ақ жаңбыр. Авторы Жәнібек Карбозин. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтау. Жәнібек Карбозин 1933 жылы 15 мамыр күні Алматы облысы Жамбыл ауданы Дегерес ауылында туған. Оның балаларға арналған бәйшешек, менің шеберханам, ысқырық, біздің бекен қайда екен, біздің ауыл балалары сияқты өлең жинақтары бар. Ақ жаңбыр мысалын оқымас бұрын мына видеоға назар аударайық. Ақ жаңбыр, боз жаңбыр, бұршақ жаңбыр. Осылайша жаңбырдың түрлерін айта берсек жетерлік. Зерттеулердің нәтижесі бойынша жер бетінен секундына 16 миллион тонна су буланып ауаға көтеріледі. Бұл мөлшер жылына 505 триллионды құрайды. Ол бір жылда жер бетіне жауған жаңбырдың мөлшер екендігі таңдандырады. Адам шығынына әкелген нөсер жауын 1986 жылы 14 сәуірде Гапаланш қаласында тіркелді. Әрбір бұршағының салмағы 1 келі болатын жауын 92 адамның өмірін қиған. Жаңбырдың емдік қасиеттері ерте заманнан бері белгілі. Адамдар оны шомылу және тамақ әзірлеу үшін қолданған. Гидромет орталығының жаңбырға қатысты барлық сөзі нақты мағынаға ие. Мысалы, өткінші жаңбыр жауады делінсе, жаңбыр жауының ұзақтығы 3 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Жаңбыр күтілуде десе, тіркес жаңбырдың ұзақтығы жарты тәуліктен кем болмайтынын білдіреді. Шамамен әлемдегі миллионнан бір адам жаңбырға деген аллергиядан зардап шегеді. Мұндай адамның денесіне тиген кез келген тамшыдан қызару пайда болады. Жаңбыр астында қалса өліп кетуі мүмкін. Жаңбыр ауаны тазартады, сондай-ақ ауадағы зиянды бөлшектерді жойып жібереді. Сол үшін де жаңбырдан кейінгі ес сізге жағымды. Жыл сайын жер бетіне 519 мың куб километр жаңбыр жауады. Әрбір куб километр 1 миллиард тонна суды құрайды. Жаңбыр тамшыларының дыбысы адамның босаңсуына көмектесетін дыбыстық терапия. Жүрек тамыр ауруларынан зардап шегетін адамдарға аса пайдалы. Сонымен қатар жаңбырдан кейін ауа тазарып, тыныс алу жеңілдейді. Кітабымызды ашып, Жәнібек Карбозиннің ақ жаңбыр мысалын тыңдайық. Мысал деген не? Мысал, шағын көлемді адамға сабақ боларлық, тәрбиелік, тағылымдық мәні бар шығарма. Көбінесе аң, хайуанаттар, жәндіктер туралы жазылады. Сол арқылы адам бойындағы мін, әлеуметтік ортадағы кемшілік мазаққа айналдырып, сқақпен сыналады. Ақ жаңбыр мысал. Ақ жаңбыр бір тамбайды, бір басталса тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп ат тақты. Бұл не? Деді ол. Болбырап ыбыржисында тұрасын, ішінде пыспайды екен, жаусан астан кестені шығару керек қой. Міне бұлай, деді де сатырлатып құя жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып, лайлана аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Әлгінде ғана бір қалыпты тып-тыныш тіршіліктің астан кестені шыққандай болды. Оған қарап жатқан өткінші жаңбыр жоқ. Өз-өзіне мәз болып, әне солай дегендей, қырқадан асты да кетті. Іле шала бұлт ыдырап, жарқырап күнде шықты. Жаңбыр суы сай-саламен ағып кетті. Самал иісіп, өсімдіктерді тербетті. Шөп біткен бастарын шайқап, шөліміз қанбай қалды-ау. Өткіншінің мұны несі? Ұшып қонып келді де кетті, деп ренжісті. Сонда бір кәрі қурай тұрып, қиналып қайтесіңдер, одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар, деді. Бұл да дұрыс екен-ау, деп шалғындар ақ жаңбырға бұйымтайларын айтты. Ол тыңдап болып, мақұл, деді. Сол ақ екен, ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойына жауып еді, жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Қандай тамаша, е? Өткінші жаңбырдың іс әрекетін мысал ретінде көрсетіп берген.
Ендеше біз суреттермен жұмыс жасайық. Осы суреттер қай жауының іс-әрекетіне сәйкес келеді? Суреттегі адамдардың мінез-құлықтарын ақ жаңбыр мен өткінші жаңбырға сәйкестендірейік. Жарайсыңдар. Сендер осы суреттермен ақ жаңбыр мен өткінші жаңбырдың іс-әрекеттерін адамдардың мінез-құлықтары арқылы топтастырдыңдар. Міне, біздің сабағымыздың мақсатында берілген мысалдың негізгі ойын осы суреттер топтастыру арқылы анықтадыңдар. Енді сендерге тапсырма. Мәтінге сүйеніп, қимыл әрекеттерді сәйкестендір және дауыстап оқы. Тамаша, сендер дұрыс таптыңдар. Ақ жаңбыр тәулік бойы тынбайды, төге береді. Өткінші жаңбыр сатырлатып құя жөнелді, келді де кетті, сай-саламен ағып кетті. Келесі тапсырма. Сызбадағы ретпен мәтіндегі сөздерді пайдаланып, мысал әңгімені талдап айт. Кейіпкерлерін сипатта. Мәтіннің авторы, мәтіннің атауы, кейіпкерлері, оларға тән сипат, қорытынды ой. Дұрыс айтасыңдар. Мәтіннің авторы Жәнібек Карбузин. Мәтіннің атауы ақ жаңбыр. Кейіпкерлері ақ жаңбыр, өткінші жаңбыр. Оларға тән сипат тәулік бойы тынбайды, төге береді, сатырлатып құя жөнеледі, сай-саламен ағып кетеді. Қорытынды ой жаңбырдың пайдасы. Келесі тапсырмада жаңылтпашты жатқа айтуға жаттық. Шалғы саптап, шөп шап. Шөп шапсаң, көп шап. Көп шапсаң, шапшаң шап. Шапшаң шапсаң, шаршап жат. Жарайсыңдар. Осымен әдебиеттік оқу сабағы аяқталды.